О, тауық, мұнаны өлтіре салуға болады. Бірақ асықпа. Енді челленджіміздің 3-ші ережесімен таныстырайын. Мен оны халал ережесі деп атаймын. Бұл ереже аты айтып тұрғандай, жануарларды халал тәсілмен сою керек. Яғни жануар тірі әрі сау болуы тиіс. Өткір құралмен бір ретте өлтіру керек. Және сою сәтінде Алланың аты аталу керек. Майнкрафтта бұл былай жүзеге асады. Жануар толық өскен болу керек. Оны тек қылышпен немесе балтамен бір соққымен өлтіруіміз керек. Және әр өлтіру алдында чатқа бисмиллахи Аллаху акбар деп жазуымыз қажет. Тағы бір шарт бар. Шошқаларды өлтіруге де, жеуге де болмайды. Жарайды, алғашқы халал өлтіру уақыты келді. Алдымен чатқа жазамыз. Бір соққы болуы тиіс. Егер бір соққыда өлтірмесем, челлендж бірден бітті. Болды. Тағы бір тауық бар. Естерінде болсын, ережелер жиналып отырады. Яғни мен өлтірген жануарлардың жартысында садақаға беруім керек. Демек, тамақ табу бұл ойында нағыз азапқа айналғалы тұр. Сені жей алмаймыз. О, мынау жақсы үңгірге ұқсайды. Енді 8 темір мен 12 көмір таптық. Бірақ біздің ережеге сай, бұл дегеніміз 4 темір мен 6 көмір ғана. Ресурстардың осылай жартысын тастау шынымен ашуландырады. Шынымен шек көріп барамын. Бірақ ереже. 4 темір бар. Бұл бізге қалқан мен шелек жасауға мүмкіндік береді. Шелек кейін өте қажет болады. Және сол шелекті қалай қолданатынымыз Майнкрафтта жасалған енді тіргендіргіш істердің бірі болайын деп тұр. Жарайды, енді төсек жасау үшін қой өлтіруіміз керек. Міне, қойлар осында. О, скелетон. Тек мені байқамаса екен.